Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін ұсынатын рецебіміз алмалы құймақ. Дәмі өте ерекше әрі тез дайындалады. Қажетті заттардың мөлшері описание бөліміне жазып кеттім. Таза ыдысымызға жұмыртқаны жарып, үстіне қантымызды салып араластырып аламыз. Егер де тәтті болған қаласаңыз, қантты тағы да көбейтсеңіз болады. Және үстіне шым-шым тұз салып, венчикпен немесе осылай шаншықпен араластыра берсеңіз болады. Ешқандай миксердің қажеттілігі жоқ. Қант ерігенше араластырып болған соң, үстіне сүтті құйып, тағы да араластырамыз. Оның үстіне ұнды ас қасықпен біртіндеп салып отырып араластырамыз. Және де үстіне разрыхлительді, яғни қопсытқышты қосып тағы да араластырып қоямыз. Бір келкі масса болғаннан кейін ішіне салатын алманы дайындаймыз. Ол үшін бір немесе екі алманы алып, ұсақ кубик ретінде турап шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей, ұсақ болғандағы жақсы. Ұсақ болып туралған алмамызды дайын массаға салып, тағы да бір келкі араластырып аламыз. Табамызды өте қатты отта емес, баяу отта қыздырамыз және үстіне сұйық майды құямыз. Май қызғаннан кейін бір ас қасықты толтырмай табаға құймағымызды саламыз. Құймағымыздың бір жағы 1 минутқа жетер-жетпес уақытта пісады. Дәл солай екінші жағында пісіріп аламыз. Менде осы рецепт арқылы барлығы 20 құймақ пісіп шықты. Дайын болған құймағымызды осындай тарелкаға орналастырып, таңғы асқа шаймен ішсеңіздер болады. Үй жағдайында жасап көріңіздер, өте дәмді әрі дәмі ерекше болады. Рецепт ұнаған болса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Альмира, астарыңыз дәмді болсын.